Microsoft Word негіздері бағаналар. Біз өзіміздің негізгі мәтінімізді бірнеше бағаналарға бөле аламыз. Кейбір жағдайларда бұл мәжбүрлік болады, кейбір жағдайда бұл, мысалы, сіз мақала жазатын болсаңыз, мақаланы қабылдайтын мекеменің талаптары болуы мүмкін, тағысын тағы. Әдеттегідей, біз өзгеріс енгізу аумағын белгілейміз. Бүкіл мәтінімізді Ctrl-A батырмасын арқылы, белгілеу арқылы бүкіл мәтінге өзгеріс енгізе аламыз, немесе белгілі бір бөлігін белгілеу арқылы сол бөлікке өзгеріс енгізе аламыз. Енді бағаналарды енгізу үшін бізде макет бөлігіндегі колонки баптауы бар. Осы жердегі батырмаға басатын болсақ, бірден нұсқаулықтар бар. Яғни бір бағана, бұл әдетте өзіміз жазып жүрген түрі, екі бағана, үш бағана, немесе сол жағынан жіңішке бағана жазып, негізгі мәтінді оң жаққа шығару және керісінше. Бір мысалды көру үшін екі бағана мысалын басып көрейік. Біз ерекшелеген мәтін екі бағанаға бөлінді. Енді осы бағаналарды біз баптағымыз келеді деп есептейміз. Немесе бағаналар саны үшеуден де артық болғаны қажет шығар. Ол үшін другие колонки бөлігіне басамыз. Ішінде біз жаңа ғана көрген алдын ала берілген мысалдар, сонымен қатар осындай енгізу аумағы бар. Осы жерде біз бағаналар санын бере аламыз. Ең жоғарғы сан ол сіздің мәтініңіздің өлшеміне байланысты. Бірақ әрине енді тым көп бағаналарда да мағына жоғалып кетеді. Мына мәтінді оқу мысалы өте ыңғайсыз. Дегенмен түрлі сұраныстар болады, түрлі жағдайлар болады. Сіз өзіңіз қалаған санды осылай енгізе аласыз. Байқап отырғандарыңыздай, біз осы жерде бағаналардың енін баптай аламыз. Мысалы, екі бағана ені азайған сайын олардың арасындағы арақашықтық арта береді. Мысалы, осылай істеп көрейік. Бізде екі бағана және арасында елеулі арақашықтық бар. Сізге керісінше арақашықтық аз болғаны керек болатын болса, онда арақашықтықты азайтып, сол арқылы бағаналардың енін арттыруға болады. Төменгі жазуда белгіше қойылса, ол бағаналардың енін бірдей қылады. Ал сізге ондай емес, керісінше өзіңіз қалаған енді әр бағанаға жеке-жеке бергіңіз келсе, онда бұл белгішені алып тастайсыз да, әр бағанаға өзіңіз қалаған енін бересіз. Сонымен қатар сіз бөлгіш белгісін, яғни арасына белгілі бір бөлу белгісін қоя аласыз. Оны разделитель бөлігіне осындай белгіше қою арқылы жүзеге асады. Окей батырмасын бассаңыз, сізде осындай белгі пайда болады. Осымен бағаналарға қатысты сабағымыз аяқталды. Сабақ түсінікті болса, келесі сабаққа өте беріңіз.